Ассаламалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына орай мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы көкпардан 10-ші рет өтіп атқан халықаралық жарыс сіздердің алдарыңызда. Мінекей ойын кестесін сіздер көріп отырсыздар. Осы жарыстың қазір сіздердің алдарыңызда Оңтүстік Қазақстан облысының Майлыкент командасы Қызыл жейдеде және Қырғызстан Республикасының Талас облысынан келген Ойқайың командасының арасында кездесуді тамашалайтын боласыздар. Ойқайың командасы бірінші рет көкпар алаңына шығып отырса, Майлыкент командасы Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер командасына есе жіберген болатын. 2-8 есебімен. Осы ойынға қазылық ететін төрешілер ұлттық дәрежедегі төреші Жамалбек Тұратбеков, Оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Қапталдағы төреші Мықтыбек Алиханов, Алматы қаласы, Сейдулла Жалилов, Оңтүстік Қазақстан облысының өкілі, және Қарағанды облысының өкілі Қайыржан Дүйсеков. Мінекей осы ойынға әділдігін, төрелігін айтатын төрешілермен сіздер таныстырып өттім. Ал енді команда құрамында кімдер ойнап жатыр? Команда құрамымен таныстырып кетейін. Қырғызстан Республикасының Талас облысынан келген Ойқайың командасы. Бірінші нөмірде Тимур Израилов, екінші нөмірде Амангелді Тұрдыбаев, үшінші нөмірде Замир Жұмабаев, төртінші нөмірде Басылбек Асанов, бесінші нөмірде Мирзат Османов, алтыншы нөмірде Самат Қасымбеков, жетінші нөмірде Жышан Қайырбеков, сегізінші нөмірде Мақсат Мойтықов, тоғызыншы нөмірде Сопы Қожақбеков, оныншы нөмірде Қарыпбек Ишиев құрамында. Команданың жетекшісі Әлімқұл Сатыбалдиев, команданың жаттықтырушысы Абдуалы Ахмедов. Майлыкент командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Жаныс Саев, Жансейіт Төленов, Әбу Әбжаппаров, Бағлан Шырымбаев, Жұлдыз Тайырбеков, Қамбар Дайыров, Мұрат Дауылбаев, Еркебұлан Дауылбаев, Берік Кемелбеков, Әскер Ибраимов, Құрал Қосабеков, Уәлихан Салиев құрамында. Команданың жетекшісі Әбілхан Дауылбаев, команданың жаттықтырушысы Жаныс Саев. Мінекей алаңдағы төрешінің белгісінен кейін ойын басталып та кетті. Әскер Ибраимов көтерген болатын, бірақ әскерден көрдіңіздер ме қазір? Ойқайың командасының шабандозы Амангелді Тұрдыбаев тартып алды. Көкпар Ойқайың командасының шабандоздарында. Міне көріп отырсыздар, қазір көкпар алаңының ортасына қарай командалық әріптесіне қазір ауысуға тырысқан Амангелді Тұрдыбаев. Мінекей көріп отырсыздар, қазір Ойқайың командасының шабандоздары серкені бірін-біріне ауысып, қазір 8-ші нөмірдегі шабандоз Ойқайың командасының Мақсат Мойтықовтың тақымында. Мінекей көріп отырсыздар, қазір қазандыққа келген Мақсат не істер екен, бірақ Майлыкент командасының шабандоздары дер кезінде келіп, қазір көкпар басқан шабандозды көкпар алаңның сыртына шығарып жіберген жағдайы бар. 8-ші нөмірде Мақсат Мойтықов. Мінекей Әскербек Ибраимовтың көрдіңіздер, бүркітші шүйіліп келіп, кіші шеңбердегі серкені көтерген сәт сол-ақ еді, бірақ Амангелді Тұрдыбаев сол сәтте пайдаланып, серкені тартып, өзіне қарай ыңғайлап алып кеткен жағдай бар. Қазір жекпе-жек көріп отырсыздар, Әбу Әбжаппаров пен Жышан Қайырбековтың арасындағы бәсеке. Бұл жолы Әбудің пайдасына шешілді. Мінекей Әбу серкені көтеріп тақымына басып алған, сол тақымына. Міне Әбу қазір атының басын бұруға тырысуда, бірақ Ойқайың командасының шабандозы да Әбуға ешқандай мүмкіндік бермей, көкпар алаңының жиегіне алып келген жағдай бар. Мінекей қазір көріп отырсыздар, көкпар алаңының жиегіндегі шабандоздардың арасындағы қарбалас сәт. Алаңдағы төреші ойынды тоқтатты. Мінекей қазір төрешінің шешіммен ойын ары қарай жалғасын табуға тиісті. Ал енді Ойқайың командасы Қырғызстан Республикасындағы жас командалардың біріне саналады. Өйткені Қырғызстан Республикасында осы көкбөрі ойыны 1996 жылы алғашқы жарыстарын яғни өткізген болатын. Ойқайың командасы соңғы 4-5 жылдың көлемінде көкпар алаңына шыққан команда. Қазір жекпе-жек, мінекей көріп отырсыздар, Әбу Әбжаппаров пен Жышан Қайырбековтың арасындағы кезекті бәсеке. Бұл жолы кімнің мерейі үстем болар екен? Қараңыздаршы, қазір Әбудің астындағы сәйгүлігі Әбуге ыңғай жасап, серкені көтеруіне ықпал жасады. Серке Әбудің тақымында кетті.
Әбу Әбжаппаровты көкпар сүйер қауым жақсы біледі. Өйткені Әбу Қазақстан Республикасының чемпионатында Шығыс Қазақстан облысының командасының құрамында өнер көрсетіп жүрген. Жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы, Түлкібас ауданының тумасы. Мінекей, көкпар әлі де сол Әбуде. Мінекей, Әбу қазір жаныс сайып. Әбудің жанында. Бірақ Әбудің атының тізгінінен ұстаған жаныс сайып, қазір Әбуді қазандыққа өзін апаруға тырысуда. Бірақ көріп отырсыздар, бұл жолы қазір тізгін қолдан шығып кетті жаныстың. Ортаға алған Ойқайын командасының шабандоздары қалайда Әбудің тақымындағы серкені не түсіріп, әйтпесем тартып алуға тырысуда. Міне көрдіңіздер, қазір Әбу серкеден айырылып қалды. Серкені командалық әріптесіне ауысу сәтте серке көкпар алаңына түсіп қалды. Міне серкені Ойқайын командасының шабандоздары еңкейіп жатқан сәті. Бірақ ат тұяғына жаншылған қара серке міне көкпар алаңында жатыр, көріп отырсыздар. Қай команданың шабандозы ілер екен? Серке алаңда 1 минут қана уақыт жатуға тиіс. Мінекей алаңдағы төрешінің сықырығы қазір серкені көкпар алаңдағы үлкен шеңбердің біріне тастайды да, екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Ал енді мынау жаңағы жекпе-жектегі жеңімпаз Әбудің әдіс айла қимылын сіздерге режиссер қайталап беріп көрсетіп отқан жағдайы. Ал енді қазір кім шығар екен екі командадан? Майлыкент командасынан Әбу Әбжаппаров және Қарпбек Ешиев. Ойқайын командасының шабандозы. Мінекей екі шабандоздың арасындағы екі аттың арасындағы теке тірес, серке үшін талас. Міне қараңыздар, қазір Әбу еңкейіп жатыр. Әбу еңкейіп жатқан сәтте мінекей қазір Қарпбек Ешиев серкені көтеріп шеңбердің сыртына шығарып тастап кетті. Ал енді бұл жағдайда екі команданың барлық шабандозы көкпарға араласуға құқылы, өйткені шеңбердің сыртына шығарып тастады серкені. Мінекей серке қазір көтерілді. Ойқайын командасының шабандоздары көтерді. Екінші нөмірде Жансейіт Төленов, Жансейіт Төленов. Қазір серкені қазандықтың ернеуіне тастаған Жансейіттің серкесі көкпар алаңына түсті. Көріп отырсыздар. Егер серкені жоғарырақ көтеріңкіреп тастағанда, мүмкін серке қазандықтың ішінен табылар еді. Міне көкпар алаңында жатқан серкені Мұрат Дауылбаев көтерді. Мінекей Мұрат Дауылбаевтың салымы, құрметті көрермендер. Алғашқы салым салынды. Майлыкент командасының шабандозы Мұрат Дауылбаев. Ойынның бірінші бөлігінің 8-ші минутында Әбілхан Дауылбаевтың ұлы Мұрат Дауылбаев алғашқы салымға қол жеткізіп, командасын жеңіске жетелеуде. Ал команда құрамында Әбілхан Дауылбаевтың 2-1 ұлы өнер көрсетуде. Мұрат Дауылбаев және Еркебұлан Дауылбаев. Ал Әбілхан Дауылбаевты көкпар сүйер қауым жақсы таниды. Өйткені КСРО-ның кезінде одақтың 9 дүркін жеңімпаз атанған шабандоз ағамыз. Мінекей осы команданың жетекшісі, Түлкібас аудандағы командалық жүйеде көкпардың қолға алып, сол балалар спорт мектебінің директоры. Мінекей ойын жалғасын табуда. Қазір кіші шеңберде серкені Майлыкент командасының шабандозы көтеруге тырысуда, бірақ ат тұяғына жаншылып серке көкпар алаңында қалды. Міне қайтадан сол Майлыкенттік шабандоз серкені көтерген болатын. Ойқайын командасының шабандозы 8-ші нөмірде көріп отырсыздар, Мақсат Мойтұқып жармасып серкені тағы да тартып көкпар алаңына түсірді. Мінекей серкені кім көтерер екен? Тағы да Майлыкенттік шабандоз. Мінекей көтерді серкені. Серке Майлыкенттік шабандоздың тақымында. Уалихан Салиев көкпарды көтерді. Бірақ көкпарды көтерген шабандозды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығару әдіс айласын қолданған. Мінекей көріп отырсыздар. Ойқайын командасының шабандозы, көкпарды басып келе жатқан шабандоз қазір аты сүрініп құлап.
Нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны, көкпар ойыны. Құрметті көрермендер, сіздер білесіздер, мінекей жаңағы аты сүрініп құлаған шабандоз атынан орнынан тұрып жүгіріп атына қарай бара жатқан Уәлихан Салиевті көрдіңіздер. Мінекей не деген күш жігер, не деген сондай қарбалас сәт. Қараңыздаршы, Алланың өзі жар болсын. Қазақта бір осындай қағида бар, аттан құласаң ат жалын төсейді деген бар. Мінекей қазір Уәлихан атына жүгіріп барып қайтадан қонды. Мінекей кезекті жекпе-жек Әбу Әбжаппаров және Жышан Қайырбековтің арасындағы кезекті бәсеке. Бұл жолы кімнің мерейі үстем болар екен? Қазір Жышанның астындағы сәйгүлігі Әбуді көкпарға жібермей тұрған жағдайы бар. Мінекей Жышан көтеріп, қазір бұл жекпе-жектің жеңімпазы атанды. Көкпар Ойқайың командасының шабандозы Жышан Қайырбековтің тақымында. Мінекей Ойқайың командасының шабандозының тақымындағы серкені қалайда шығаруға тырысқан Майлыкент командасының шабандоздары. Бірақ серке Жышанның тақымында. Мінекей Ойқайың командасы шабуылда, бірақ қазандыққа жақындатпай көкпарды басқан шабандозды кері қарай атымен кеукелеп, қақпайлап, кері қарай айдап жатқан Майлыкенттік шабандоздарды көріп отырсыздар. Бірақ Ойқайың командасының шабандоздары да міне көріп отырсыздар. Қазандыққа келді, екі бірдей Ойқайың командасының шабандозы Аят деген ай, бұл жол тағы да қазандықтан кері қарай алып кеткен жағдайы бар. Қазір серкені Жұлдыз Тайырбеков тартып алды. Жұлдыз Тайырбеков, мінекей, Түлкібас ауданының тумасы, Елтай елді мекенінің Қазақстан Республикасының чемпионатында өнер көрсетіп жүр. Көрермендер жақсы білет Жұлдыздың өнерін. Жамбыл облысының Әулиеата командасының мықты шабандоздарының бірі. Мінекей қазандыққа келген Жұлдыз не істер екен, бірақ бұл ретте Ойқайың командасының шабандоздары да Жұлдызға емін еркін қазандықтың төңірегінде қимылдауына мүмкіндік бермей жатыр. Мінекей қазір Жұлдызхан Тайырбек командалық әріптесімен бірігіп не істер екен? Кереметтей мүмкіндік, бірақ көріп отырсыздар, бұл мүмкіндікті Аят деген ай Жұлдыз пайдалана алмады. Жұлдыз кері қарай көкпар алаңының ортасына қарай шауып шыққан сәтін көрдіңіздер. Міне қазандыққа келген Жұлдыз Тайырбеков командалық әріптесімен бірігіп Аят деген ай бұл жолы қазір көкпарды Жансейіт Төленовке асырып жіберді. Көкпар Жансейіт Төленовтың тақымында. Қазақстан Республикасының спорт шебері Жансейіт Төленов 2001 жылы Өскемен қаласында өткен бірінші чемпионатқа қатысқан шабандоз. Мінекей Жансейіт қазір көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Өйткені Жансейітті екі бірдей Ойқайың командасының шабандоздары ортаға алып, Жансейітті көкпар алаңының сыртына шығуына ықпал жасады. Ал мынау қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт Жұлдызхан Тайырбеков мінекей көріп отырсыздар. Соңғы сәтте көкпарды Жансейіт Төленовке асырып жіберді. Өйткені шаршады. Көкпар мен Жұлдыз көрдіңіздер, қазандыққа бір емес бірнеше рет сондай ұмтылып. Қазір кезекті жекпе-жек Әбу Әбжаппаров және Жышан Қайырбековтің арасында. Бұл жекпе-жек кімнің пайдасына шешілер екен? Екі шабандоз да аттарын қамшылап. Әбу Әбжаппаровтың аты қазір ыңғай жасаған болатын. Әттеген ай Әбудің қолынан серке түсіп қалды. Серке әлі де сол шеңбердің ішінде жатыр. Сондықтан да екі команданың шабандоздары бұл серкеге жақындамай тұрғанды. Сондықтан мінекей Жышан көтерді бір сирақтан. Төрешінің ысқырығы.
Екі шабандоздың 2 минут уақытысы біткен көрінеді. Мінекей қазір көріп отырсыздар. Шабандоздар алмасады. Екі тың шабандоз тың атпен қазір шеңбердің ортасына шақырылады. Майлыкент командасынан Жұлдызхан Тайырбеков, Ойқайың командасынан оныншы нөмірде Қарыпбек Ешиев. Жұлдызхан көтеріп Серкені көкпар шеңбердің сыртына шығарып тастап кетті. Бұл жағдайда команданың барлық ойыншылары көкпарға араласуға құқылы. Жаныс Саев қазір көкпардың үстінде тұрған, өзінің ойыншыларына аңғай жасап, еңкейіп көтеруіне. Бірақ Серкені Ойқайың командасының шабандозы Қарыпбек Ешиев ілген болатын. Бірақ Серке тағы да Қарыпбектің еңкейіп Серкені көтерген сәт, аят деген ай, Серкенің жүнінен емес, сирағынан ұстаса, мінекей көрдіңіздер ме, Серкенің сирағынан көтерген Мақсат Мойтықов мінекей Серкені тақымына басып алды. Ал енді жаңағы ойыншылар Серкенің жүнінен ұстап, қайта-қайта Серке көкпар алаңында қалып жатқанында сондықтан. Бұл да әдіс айла тәсілді жақсы меңгерген шабандоздың жақсы өнер көрсететініне жағдай тудырады. Сирақтан нық ұстаған шабандоз, міне көріп отырсыздар, Мақсат Мойтықов жаңа Серкені көтеріп кеткен болатын, бірақ Мақсатты көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығарып жіберді. Майлыкент командасының шабандоздары кезекті жекпе-жек Әбу Әбжаппаров пен Жышан Қайырбековтың арасында. Мінекей қазір Серкені 7-ші нөмірде Жышан Қайырбеков көтерді. Көрдіңіздер ме? Серкенің сирағынан ұстап, нық ұстаған Жышан Серкені көтеріп тақымына басып алды. Әзірге есеп 1-0. Көкпарды көтерген Жышанды қазір көкпар алаңына ағыстырып шығаруға тырысқан Майлыкент командасының шабандоздары мінекей көріп отырсыздар, көкпарды алаңның сыртына шығарып жіберді. Кезекті жекпе-жек кімдер шығар екен? Ойынның бірінші бөлігінің 18-ші минут өтуде. Мінекей Жышан Қайырбеков пен Әбу Әбжаппаровтың арасындағы кезекті жекпе-жек. Тағы да Жышан өзінің шеберлігін танытып, оң жағынан еңкейіп Серкені көтеріп, аттың төсінен айландырып, сол жағына өткеріп алды. Міне қараңыздаршы. Көкпар Жышан мінекей Ойқайың командасының мықты шабандозы Жышан Қайырбеков есепті теңестіріп кетті, құрметті көрермендер. Көрдіңіздер ме? Ойыншының шеберлігін айтпасқа болмайды. Жекпе-жекте жеңіске жеткен Жышан, көрдіңіздер, оң жағына еңкейіп, Серкені көтеріп, аттың төсінен айландырып, сол жағына өткізіп алған Жышан қазандыққа жеке шығып, мінекей алдына өңгеріп алған Серкені қазандықтың ішінен бірақ шығарды. Міне шеберлік деп осыны айтыңыздар. Ойынның бірінші бөлігінің 18-ші минутында Қырғызстан Республикасының Талас облысынан келген Ойқайың командасының шабандоздары есепті теңестірді. Есеп 1-1. Мінекей кіші шеңберде Серкені тағы да Ойқайың командасының шабандоздары көтерген болатын, бірақ Майлыкент командасының шабандозы қазір 4-ші нөмірде Бағлан Шырымбаев жармасып тартып алған болатын. Алаңдағы төрешінің ысқырығы ойынды тоқтатты, өйткені ойынның бірінші бөлігі аяқталды. Есеп 1-1. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігі де алаңдағы төреші Жамалбек Тұратбековтың белгісінен кейін басталып та кетті. Ал осы жарысқа қатысушы командалар екі топқа бөлінген. Қазір Бағлан Шырымбаев көтеріп тақымына басып алып 4-ші нөмірде Майлыкент командасының шабандозы Бағлан Шырымбаев не істер екен? Қазандыққа жеке келген Бағлан
Ай, әттеген ай, Бағлан мінекей. Бірақ Ойқайын командасының шабандозы Қаріпбекке шиіп, қазір көрдіңіздер ме? Жармасып. Қазандыққа Серкені лақтыруына ешқандай мүмкіндік бермеді. Қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт. Серке әлі де сол Бағланның тақымында. Бағлан не істер екен? Қазандыққа тағы да келуін келді. 2-1-дей Майлыкент командасының шабандозы жұптасып қазанға Серкені лақтыру әдіс айла тәсілі. Бұл жерде мені көріп отырсыздар. Шабандоздардың бірін-бірін түсінбеушілігінің арқасында әлі де сол Серке Бағланның тақымында жүр. Майлыкент командасы қалайда есепті ұлғайтуға тырысуда. Ай, әттеген ай. Мені көріп отырсыздар ма? Бұл ретте командалық әріптесі Бағланның сол оң тақымына, сол көкпар басқан жағынан кіріп, Серкенің екі сирағынан екі шабандоз бірдей ұстап, Серкені көтеріп, қазандыққа лақтырып жіберу керек еді. Бірақ сол қазандықтың төңірегіндегі әлі де тартыс, Ойқайын командасының шабандоздары ешқандай мүмкіндік берер емес. Жансейіт Төленіп, қазір мінекей Жансейіт Төленіп Бағлан Шырымбаевпен бірігіп көтерген болатын, бірақ Серке алаңға түсіп қалған, оны Жансейіт көтеріп тақымына басып алды. Қазір Жансейіт Төленіппен жаны сайып не істер екен? Жансейітті де қазандықтың жанынан қақпайлап алып кетіп қалды. Жұлдызхан Тайырбеков 5-ші нөмірде. Көкпар сол Жансейіттің тақымында. Жансейіт Төленіп. Майлыкент командасының шабандозы. Мұны көкпарды тақымына мықтап басып алған командалық әріптесі қазір Жансейітке көмекке келді, бірақ Серкені Жансейіт те қазір айырылып қалды Серкеден. Серке командалық әріптесі Жұлдыз Тайырбековтың тақымында. Жұлдыз да қазандыққа еркін баруға тырысуда, бірақ көріп отырсыздар, бір Ойқайын командасының шабандозы тартса, екінші жағынан соған Жұлдызды ыңғайлап, қақпайлап жатқан жағдайы бар. Бірақ тақымы мықты Жұлдыз бұл жолда Серкені өз тақымында ұстап қалды. Серке сол Жұлдыздың тақымында. Жұлдыз не істер екен? Ай, әттеген ай, қазандықтың жанынан өтіп кетті. Ойқайын командасының шабандоздары қорғаныста. Майлыкенттік шабандоздар қалайда есепті ұлғайтуға тырысуда. Осы ойын барысында мен айтқан болатын, Ойқайын командасы бүгін бірінші ойын өткізіп жатыр. Ал Майлыкент командасы Құлагер командасына 8-2 есебімен есе жіберіп қойған жағдай бар. Екі команданың да ұпайы жоқ әзірге. Серке әлі де Жұлдызхан Тайырбековте. Мінекей Жұлдызхан не істер екен? Бірақ Жұлдызханның тақымындағы Серкеге жармасқан Ойқайын командасының шабандозы жұптасып, Серкені қазанға лақтырып жіберуіне ешқандай мүмкіндік бермей жатқан Ойқайын командасының шабандоздары. Көріп отырсыздар. Ал енді құрметті көрермендер, осы көкпар ойынының жаңа Қырғызстан Республикасында 1996 жылы басталғанын мен айтып кеттім. Ал 2000 жылы Қырғызстан Республикасы президентінің кубогінде осы Жұлдызхан Тайырбеков Талас облысының Манас Талас командасының құрамында өнер көрсетіп, онда команда құрамында Сәкен Суханов, Төлебай Көккөзевтер өнер көрсетіпті. Сол 2000 жылы Аққұла атшабарында
Бишкек қаласының. Ақтық кездесуде Көкжал командасын Нарын облысынан келген 3-1 есебімен Манас Талас командасы ұтып, осы президент кубогының иегері атанған екен. Мінекей, сол Жұлдызхан Тайырбеков мінекей қазір әлі де тақымына басып көкпарды ешкімге берер емес. Міне көріп отырсыздар, қырғыз шабандоздарға жақын таныс екен. Мінекей Ойқайын командасы, сол Талас облысынан келген Ойқайын командасы қазір міне Жұлдызханның тақымында серкен қалайда тартып алуға тырысуда, бірақ одан ешқандай нәтиже шығар емес. Қазір Жұлдызды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығаруға тырысуда, бірақ көріп отырсыздар, Жұлдыздың астындағы аты да мығым екен. Көкпар әлі де сол Жұлдыз Тайырбековтың тақымында. Есеп 1-1, құрметті көрермендер. Қазір көкпарды Жаныс Саев алды. Команданың ардагер шабандозы. Көкпар Жаныстың тақымында. Мінекей қараңыздар, Жаныс Саев. Командалық әріптесімен бірігіп, көкпарды қазандықтың ішінен бір-ақ шығарды. Жаныс Саев, мінекей, Қазақстан Республикасының спорт шебері. Қазақстан құрама командасының сапында 1997 жылы Европаның төрінде қазақтың ұлттық спортын, яғни көкпар өнерін паш еткен азамат осы Жаныс Саев. Міне көрдіңіздер ме? Тақымында көкпарды шығарып, командалық әріптесімен бірігіп көрдіңіздер, міне. Серкені қазандықтың ішінен бір-ақ шығарды. Берік Кемелбеков қазір Жанысқа көмектескен командалық әріптесі. Есеп 2-1. Майлыкент командасының шабандоздары алға шықты. Қазақ пен неміс стратегиялық серіктес. Президент Германияға ресми сапармен барды. Қазақстанда қанша адам жұмыссыз жүр? Жұмыспен қамту бағдарламасының береріне. 2016 жылға дейін 5%-дан жұмыссыздықты асырмау туралы талап қойып отыр. Мемлекет қымыз бен шұбат өндірісіне субсидия бөлді. Ұлттық сусынды ұлықтау үшін не істеу керек? Бүгінгі студиямыздың қонақтары айрықша құрметке лайық жандар. Ол ұстаздар қауымы. Құрметті көрермен, ұлттық арна бастайды сөз мергенді. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Үздіктің үздік атанған еліміздегі ең талантты өнерпаздар арасындағы әділ бәсеке жалғасуда. Әзілді таумай кеңінен әзілдеуші едіг ай жеңгемен. Бақ сынаушыларда бір-бірінен асып түсуде. Шеңбердегі серкені міне көтеруге тырысқан екі команданың шабандоздары. Қазір Ойқайын командасының шабандозы Қарпбек Ешиев көтеріп кетті. Көкпар Қарпбектің тақымында. Не істер екен? Бірақ Қарпбекті қақпайлап көкпар алаңының сыртына шығарып жіберген. Көріп отырсыздар Майлыкенттік шабандоздардың. Бұл да әдіс айла тәсіл. Көкпарды басқан шабандозды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығару. Кезекті жекпе-жек. Кімдер шығар екен? Әбу Әбжаппаров, Жышан Қайырбековтың арасындағы бәсеке. Жышанның астындағы сәйгүлігі қазір ыңғай жасап, бірақ Әбу да қазір өзінің атының мықтылығымен Жышанды кері қарай итеріп, бірақ Жышанның астындағы сәйгүлігі де қазір мықтылық жасады. Көріп отырсыздар ма? Бұл жерде де аттардың әдіс айла тәсілді жақсы меңгергендігі
қарсыласын төсімен қағып. Қазір Жышан көтерді мінекей көкпарды, бірақ сол көтерген көкпарға Әбу де жармасып ұстап қалған жағдайы бар. Көкпар кімде кетер екен? Қапсыра құшақтаған Жышан Әбу көкпарды өзіне қарай ыңғайлады. Мінекей көріп отырсыздар, көкпар Әбуде кетті. Әбу қазір сол жақ тақымын ауыстырып алды серкені. Тақымын толтырып, нықтап, көтеріп, тақымын басып алған Әбу қазір шабуылды бастауға тиісті. Мінекей шеңбердің ортасынан шыққан Әбу, команданың барлық ойыншылары ойынға араласуға құқылы. Қазір Әбуді қалайда қазандыққа бармауына ықпал жасайды Ойқайын командасының шабандоздары. Бірақ Майлыкент командасының шабандоздары да мінекей қалайда есепті ұлғайтуға тырысуда. Қазандықтың төңірегіндегі қауіпті сәт. Майлыкент командасының шабандоздары шабуылда не істер екен? Бірақ Ойқайын командасының шабандозы қазір Әбу Әбжаппаровтың көкпар жағынан, яғни сол тақымына көкпарға жармасып тарту сәті, бірақ одан ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Көкпар әлі де сол Әбудің тақымында. Әбуге көмекке келген Жаныс, мінекей жаңа көрдіңіздер Жаныстың ептілігін, оның осы көкпар ойынның әдіс айласын мықты меңгергендігін, өзінің командалық әріптестері осы қаншама уақыт қазандықтың төңірегінде сол тақымындағы серкені қазанға тастай алмай жүрген сәтте серкені ауысып тақымына басты да қазандыққа шығып, командалық әріптесімен бірігіп қазандықтың ішіне лақтырып жерген сәтін көрген болатынсыздар. Есеп 2-1, көкпар әлі де сол Әбу Әбжаппаровтың тақымында. Мінекей командалық әріптесімен бірігіп Әбу келе жатыр қазандыққа. Бірақ Ойқайын командасының шабандоздары да оңай шағылаш салатын жаңғақ емес, көріп отырсыздар. Әбудің қазандыққа келген сәтінде дер кезінде сол жерден табылып, тақымында көкпарды еркін қазандыққа тастауына ешқандай мүмкіндік берер емес. Мені көріп отырсыздар, қазір Әбудің сол жағында тақымында көкпар, бірақ командалық әріптесі қазір келді. Бірақ ол көкпардың әдіс айла тәсілі сол көкпар басқан жағынан келіп, сол шабандозға көмек жасау керек. Құрал Қосабеков қазір аттың тізгінінен ұстап жетектеп жүрген болатын. Қазір Әбудің тақымындағы серкені Ойқайын командасының шабандозы қалайда шығарып алуға тырысуда. Мінекей көріп отырсыздар, тартып атқан Ойқайын командасының шабандозы. Көкпар әлі де сол Әбудің тақымында қалды. Әбу де шаршады. Көріп отырсыздар, Әбудің көкпарды тақымына жекпе-жектен басып алып шыққанын білесіздер. Бұл ретте командалық әріптестері, мені көрдіңіздер ме, Әбуді қазір көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығару әдіс айласын қолданған Ойқайын командасының шабандоздары. Міне Амангелді Тұрдыбаев, Ойқайын командасының мықты шабандоздарының бірі, ардагер шабандоз десек қателеспейміз командаға. Міне кезекті жекпе-жек Қарыпбек Ишиев және Бағлан Шырымбаевтың арасындағы бәсеке. Бағлан Шырымбаев Қарыпбек көтерді, міне Қарыпбек Ишиев көтеріп кетті. Қараңыздар, көкпарды қазір Қарыпбек көтерді. Көкпар Қарыпбектің тақымында. Бағлан келіп жармасқан болатын, бірақ көрдіңіздер, Қарыпбек алаңның сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек. Кімдер шығар екен қазір? Қарыпбек Ишиев, Жұлдызхан Тайырбековтың арасындағы бәсеке. Жұлдызхан қазір еңкейген болатын.
Жұлдызхан көтерді көкпарды. Көкпар Жұлдызханның тақымында. Міне қазандыққа қарай жеке Жансейіт Төленовпен бірге шыққан Жұлдызханды көріп отырсыздар, бірақ Ойқайың командасының шабандоздары да дер кезінде жетіп қазір. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт, Жұлдызхан не істер екен, аят деген ай, Жансейіт Төленов ажырап қалды. Жұлдызханның тақымындағы серкені жұптасып, лақтырып жеру сәті туған еді, бірақ Ойқайың командасының шабандоздары да қарап қалып жатқан жоқ, көріп отырсыздар. Қазандығын аман сақтап қалды. Жаныш сайып қазір Жұлдызханның атының тізгінінен ұстап қазандыққа қарай апаруға тырысуда. Мінекей қазір мүмкін Жаныс есепті ұлғайтуға себебі тиер, бірақ Ойқайың командасының шабандоздарын қараңыздар, ешқандай мүмкіндік берер емес. Қарсыласының жаңағы атына қарама-қарсы аттарын қойып, қазандыққа баруына ешқандай мүмкіндік бермей жатқан жағдай бар. Міне қазандыққа келуін Жұлдызхан не істер екен, бірақ қазандықтан тағы да кері қарай кетіп қалды. Бұл жерде Ойқайың командасының шабандоздарының жанталаса қорғаны білетіндігін мінекей сіздер көріп отырсыздар. Жансейіт Төленов қазір Жұлдызхан Тайырбекпен бірігіп не істер екен? Тағы да ортаға Ойқайың командасының шабандозы кіріп кетті. Жұлдызхан да қазір көкпарын Жаныс Сайыпқа беріп жіберген екен. Көкпар Жаныстың тақымында мінекей. Бұл жағдайда көкпар алаңның ортасына қарай шауып шығып, команданың ойыншыларын бір-бір ойыншылар ұстап қалса, көкпарды алған шабандоз мінекей Жаныс Сайып. Тағы да Жаныс Сайыптың салымды болғанын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Команданың ардагер шабандозы Жаныс Сайып жөнінде мен жаңа айтып кеттім. Қазіргі команданың жаттықтырушысы есеп 3-1, құрметті көрермендер. Майлыкент командасының шабандоздарының пайдасында. Міне режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер көрдіңіздер. Жаныс тақымындағы серкені шығарып қазандыққа тастаған болатын. Қазандықтың жиегінде жатқан серкені командалық әріптесі Бағлан Шырымбаев ары қарай домалатып жіберді. Мінекей есеп 3-1. Ал құрметті көрермендер, осы халықаралық деңгейде өтіп жатқан мемлекет қайраткері социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыс 10-ші рет жалауын көтерді. Ал енді былтыр осы Атшабарда 7 мемлекеттің командасы бас қосып үлкен көкпар додасы өткен болатын. Ол жарысқа Өзбекстанның, Тәжікстанның, Қырғызстанның, Ресейдің, Қытай мемлекетінің командалары қатысқан болатын. Мінекей қазір көкпар қыза түсуде. Ойқайың командасының шабандозы мінекей көкпарды көтеріп тақымына басып алды. Аят деген ай, мінекей серке түсіп қалды. Көрдіңіздер көкпар алаңына. Сол серкені қайтадан көтеріп кеткен қазір көріп отырсыздар. Ойқайың командасының шабандозы 7-ші нөмірде Жышан Қайырбеков. Алаңдағы төрешінің нұсқауы ойын аяқталды. Есеп 3-1, құрметті көрермендер. Майлыкент командасының пайдасына шешілді. Ойқайың менен Майлыкент командасындағы өкі оқшаш команда. Өкөне тең ешкім қарсылабайды. Бұл өкімет тарабынан дағы, администрациясы тарабынан дағы ешқандай екі команда тең қарсыланбайды. Сол үшін баяғы бұлардың класстары мына башқа орындарға қарағанда біраз төменірек болып жатқаны көрініп тұрады. Бірақ балдарда айып жоқ.
мынау егерде аттар жақсы болса, мынау Астананың атындай болса, мынау Шымкенттің атындай болса, Рассветтің атындай болса, анда балдардан дағы дұрыс ойын болмақ. Жартылай финалға шықтық. Ойқайын командасы Қырғызстан Республикасының жақсы командасының бірі. Бізбенен олар жақсы дайындалып келген екен бұл жолы. Жақсы ойын көрсетті оларда. Бірінші тайымыз 1-1 болып біткенмен, екінші таймда 2 гол салып жеңіске жеттік. Жарысты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын.